Дариға Бадыкова не үшін 16 жылдан кейін ажырасты? Давайте разберем. Разбор ұзақ болады, қазақша болады, қазақша аудиторияға. Себебі Дариға Бадыкованы қарайтын в основном қазақша аудитория. Мен оның матрицасын жасадым, көрдім, бәрін түсіндім. Енді сізге қарапайым тілмен түсіндіріп беруге тырысамын. Күйеуінің де интервьюін екі рет қарап шықтым, да? Вообще күйеуінің интервьюі 100% өтірік деп мен айта алмаймын. Себебі оның кейбір айтқан нәрселерінің ішінде, мысалы, да, ол айтты, жаңа Дариға бірдеңе айтсаң, деп истерика шығарып кетеді деп, да? Оның психоматрицасында ол анық көрініп тұр. Да, действительно, ол, например, біз бүйтіп қарағанда өте спокойный адам сияқты көрінеді, да? Потому что осылай отырады, көзін қарайды саған бүйтіп, деп сені тыңдайды, но на самом деле ол өте эмоциональная. То есть иногда ол из мухи слона жасап жіберетін адам, да? Иногда вот көтеріліп кетеді. То есть это он говорил правду. Вот правданы правда, шындықты шын деп айту керек, да? Но қалған нәрселермен күйеуінің айтқан мүлдем келіспеймін. Себебі қазір барлығын сізге түсіндіріп беремін. Первое, что хочу сказать. Да, действительно, Дариға өте умный адам, мега мозг просто. Оның жаңа, ол мысалы бәрімізде де күніне әртүрлі ойлар келеді, да, например, адамдар көбіне ойлайды, ой, там жаман ойлар келеді, мен балам бүйтіп қалса не болады, үйтіп қалса не болады, керек емес ойлар көп, да, а оның айырмашылығы басқа адамдардан в том, что она генерирует мысли, то есть ол планды ойлап жатады, так, бүйтуім керек, анда барам, мынаны планирование жасап жатады. Оның миы өзі солай жұмыс жасайды. Бос ойлар емес, а именно правильные, нужные мысли, которые потом ей же помогают. То есть ол сондай адам, өзі от природы туылғаннан вечно ізденісте, постоянно думает, она именно, видите, вот адамға редко беріледі, да, мудрость и ум, екеуі қосылған оның миында. Поэтому еще она очень педантичная, поэтому ее и фильмы стреляют. Педантичная не только в быту. Ол мен бір интервьюін қарадым, мен говорю, бәрі органында тұру керек, да, это ол бар, да, ондай адамдар, особенно еще жынданса бәрін тазалап бастайды. И еще ол именно профессиональный сфераға да сол қасиетін алып барғанда, и там тоже, пока бәрі идеальный болмай, ол, мысалы, оны көрсетпейді. Ол прям керек болса 100 рет переснимет. Она сама по себе такая, да, очень педантичная и чувственная, поэтому ее фильмы стреляют, потому что она умеет чувствовать. Она знает, как ол адамның ішінде не сезіп тұратынын түсінеді. Сондай. И представьте, вот осы бүткіл қасиетін она взяла, направила в профессиональную сферу. Конечно, ее фильмы будут стрелять, это 100%. Так, сонымен не үшін Дариға Бадыкова ажырасты? Мен басындағыда айтып кеткендегідей, Дариғаның психоматрицасында семья стоит на первом месте. У нее такое видение мира, она так чувствует. Ол сондай адам, и ондай адам ажырасу үшін действительно бір серьезная причина болу керек. Да, серьезная причина дегеніміз не? Вот для меня лично, да, серьезная причина, если твой муж пьет, ақша таппайды, то есть не обеспечивает семью, так, еще что, лудоман, наркоман, то есть, да, вот сондай болса, это уже обсуждаться етпейтін причина. Ал изменять етсе уже, да, это уже не обсуждается, все, там уже вот лично для меня. Ал басқа жағдайлар болса, оны сөйлесіп, семьяға возможность беріп, уақыт беріп шешіп алуға болады. Мен қазір временный күйеуіңіздің қиындықтар жайында айтып тұрған жоқ, мен в целом, допустим, күйеуіңіз мысалы, оның причинасында күйеуі семьяны обеспечивать етпейді. То есть әйеліне базовый минимум бере алмайды. Базовый минимум дегеніміз не? Это не обязательно, да, там, шубой каждый год куда-то летать, или инстаграмда, как говорят же, он должен тебя обеспечивать, он должен тебе дарить бриллианты. Нет, базовый минимум это полный холодильник хотя бы. Қазір, мысалы, Қазақстанда алсақ, 80% населения кредит бар, да, 100% болмаса даже. Кредиттерді жабу өзін мойнына алу, да, потому что мужчина, как бы, да, он же добытчик же, да, и, мысалы, балдар болса, балдардың кружоктары, мектебі, киімі, вот это вот базовый минимум, да, то есть семьяның ай сайынғы расходын күйеуің муж должен закрывать. Нахер тебе нужен мужчина, если он это не может закрыть? Ну, то есть, зачем нужен такой мужчина? Я искренне этого не понимаю. Как адам ретінде, как әйел ретінде, оны түсінгімде келмейді. Онымен өзім басында қатырғым келмейді, да? Но я считаю, что это базовый минимум. И в ее случае действительно это было. Ол жастың орнында сіз болу керек пе едіңіз, негізі? Негізінде ол кісі маған Дариға кезінде айтқан болатын. Рүстем, ол кісі андай аяғына дейін айтпайды ештеңені. Үстіп тұрады да, Рүстем деп бүйтіп бір қаратып алады. Я дейсің. Бір жоспарым бар еді менің. Қандай жоспар? Сол кино ғой баяғыны. Сол кино түсірсем ба дептім, сен маған керек болып қаласың ау. Жарайды, кейін сөйлесеміз дейді, бітті. Ана жерде өзің отырасың, сосын не болып кетті, не айтты, қашан? Не кино деген сияқты ше. Оны қайттан сұрасаң, жарайды, Рүстем, кейін сөйлесеміз деп бүйтіп басын қасиды. Ал сосын ойланып жүресің. Кейіне қарап отырсам, олжас екеуі баң етіп шықты кәдімгідей, бомба болып. Саундтрегімен жарып алды бірінші, сосын трейлер шықты, сосын киносы шықты. Мен тек қана қуанам, мен өзіне де айтам, мен ризамын саған деймін, Дариға, молодец, жарып атсың, шулатып атсың, керемет. Өнер деген осылай болу керек. Ассалаумағалейкум ағайын. Маған осы уақытқа дейін қаншама халықтан қоңыраулар түсті. Туған туысқаннан, жақындардан. Әрқайсысына жеке-жеке жауап беріп жатпайын деп. Нұрсейіт Жылқышбай бауырыма сұхбат берейін деп шештім. Бәріне бір жауап осы болсын деп.
Ал сол уақытқа дейін мен қандай күйде болғанымды өзімнен басқа ешкім білмейді, және бір Алла. Мен сол уақыт арасында өзім қол жұмсауға дейін бардым. Тойға, киноға бару былай тұрсын, тіпті көшеге шығудан қалдым. Мен үйтіп әр адамға мазақ болғанша сотталып кеткенім артық. Дариға сізден үлкен ғой дейді. Иә. Дариға 85, мен 89 ғой. Ассалаумағалейкум ағайын. Мен сіздерден мұндай қолдау күткен жоқпын. Көп рахмет. Бұл жерге бағаны беретін сен емес, мен емес, Дариға. Бұл жерде бағаны беретін ел, жұрт, туған туыс, көрші көлең, әріптес, группалас және де жақын туған туысқандар. Сондықтан да мен сені Нұрсейіт Жылқышыбайға тікелей эфирге шақырамын. Ерсі сұрақ болса кешірім сұраймын. Бала болмауының себебі неде? Врачтар, ақылатты абзал жандар не деп сіздерге? Кінә кімнен? Екеумізден де. Екеуіңізде. Муанаға барып позор болып отпайық. Бөтен елге кассаны жіберіп, бөтен елге ақшаны жіберіп. Мен ашығымен айтам, 27 күні Муанаға барған қазақтар болды. Мен сөкпеймін. Қандай қазақ екендерін түсінбеймін бірақ. Сол себептен бөтен елге ақшамыз кетпей үшін ештеңе жоқ. Байса байсын біреуі. Ана бір мультикқа қарағанда кино өте күшті. Сендер қазір бір мультикқа барып қыртып атсыңдар ғой. Білмеймін, не үшін барып атқандарыңды. Не үшін барып ол Голливудқа шапан кигізіп, Голливудқа ақша беріп атқандарын түсінбеймін мен. Мына Дариға Бадыкованың экс күшік күйеуі бар емес пе? Дархан Мархан Сархан Тархан деген. Я, енді соның кішігірім мини обращение шивасы керайын, көтіңжі ирайын. Көке, сен на каком основании еркек бола тұра өз әйеліңді жамандап жылап отсын кешегі подкастта, бүкіл қазақ еліне еще оны жыр қылып, 16 жыл бойы семе тұрған екен ғой шивасы керайын, көтіңжі ирайын. Дариға осындай, Дариға мұндай, мені тастап кетті, соның кесіріне Мұхтар Ауызов театрынан шығып кеттім, маған 8 миллиондық машина алып бермеді, бла-бла-бла, мяу-мяу-мяу шивасы керайын, көтіңжі ирайын. Айналып тұрып басыңа шлем кигізіп рукоприкладство істеп жүрейін, на ровном месте ешібасы керайын, көтіңжі ирайын. Машина керек па? Жұмыс істеп, мына гипокарстан өзің заказ беріп ал. Дариға саған ақша беру міндетті емес шибасы керайын, көтіңжі ирайын. И вообще, во всем виноват ты сам. Жақсы еркектен әйел ешқашан кетпейді. Я скажу тебе, даже больше ақылы бар, мінезі бар, миы бар, ақша тапқыш, отбасын өзі асырай алатын, көңіл күй, внимание сыйлай алатын, бере алатын, и татағы былай мощно тұратын еркектен әйел ешқашан кетпейді шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Болды, доғар ет, психологический давление интернет желісіне жаса берме оған, әйел қол, просто отпусти ее. Пусть бақытты болсын шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Одан бөлек әмесе түсініп тұрмын, жартылай ішкі дүниеңді көріп тұрмын, примерно драма куин болып тұр, обесценивание болып тұр. Адам баласының етпен сүйекіне жаралған. Ну неге изначально менің жаныма келіп осының барлығын айтып бөліспедің? Каспиме 250 мың теңге аудармадың? Совет беруші едім ғой. Көп ұйықтай берме деп мысалы шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Тағы не дейін? Сен еркексің. Көтері басыңды, оглянись вокруг. Қыздар мен әйелдер көп. Табасына әлі өз бақытыңды. Мүмкін таппайсың, кім білер. Бір құдайға мәлім шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Чөйші. И запомни такую вещь. Никогда в жизни әйел қауыммен не сражайся, ибо победа, ибо поражение будет для тебя позором шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Түсіндің ме? Ал егер мен әр айтқан сөзіме келіспейтін болсам, давай да төбелесіп тастайық рухватикте шибасы керайын, көтіңжі ирайын. Чо там, не дейсің? Кеше ғана Дариғаның бұрынғы байы Дарханның сұхбатын көрдім. Сол сұхбаттан кейін кей қатындардың жаны бітіп, сол Дариғаның бұрынғы байын келмештеп жатыр. Дұрыс лақтырып кеткені, ондай еркектің не керегі бар, ондай еркекті асырап не керегі бар деп. Ал сендер мынаны ойладыңыздар ма? Сол Дариға қалған кім? Сол Дариғаға тыйым салмай, сол актерлық өнерін ары қарай дамытуына, өсіп өнуіне айлап, шөйлап, гастрольдікпен жан-жаққа кетуге, съемкаға кетуге рұқсатын беріп отырған, өзінің ата-анасын емес, сол Дариғаның ата-анасын бағып отырған. Осы Дархан болатын. Ал енді сол Дариғаның қатты қызғанатының арқасында өзі де актер бола тұра, өзі де әнші бола тұра, өзінің өнер жолын осы әйел үшін сарп етіп үйде отырды. Ал сіздер өздеріңіз айтасыздар ғой, әйел заттары. Біздерді қамап қоймау керек, бізге де тыйым салмау керек, бізге де қолдау керек деп. Ал мені қолдады. Дымы жоқ қатынды миллиардер қылды. Ал сол қатын болса 2 миллиард ақшаны тапқаннан кейін байы керек емес болды.
қасындағы ойнасымен бірге кетіп қалды. Ал енді осыдан кейін бұл еркекті қалай таба алайсыңдар? Сондай қолдамау керек пе еді? Үйде қамау керек пе еді? Өз актерлығын дамытып, бұл Дариғаны үйде отырғызу керек пе еді? Бәлкім солай істегенде дұрыс шығар. Ал енді Дариғаға айтарым, сен ол жаспен жүргенде, ол жаста сені пайдаланып қадап кетпесін. Сақ болып жүр. Очоу дейсің ғой, а? Велосипедті мотоциклға айырбастадым дейсің ғой. Да, жаным, мен сол өлеңді мен де айтар едім ғой.